Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. 18 сәуір күні халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні атап өтілуде. Бұл күннің тәуелсіз еліміздің тарихында алар орны ерекше. Назарларыңызға кітап көрмесін ұсынамын. Біздің еліміздің бізге ерекше тарихи және мәдени мұра қалдырған бай тарихы бар. Қазақстан аумағында көптеген ескерткіштер мен тарихи орындар баршылық. Олардың көпшілігі бүкіл әлемге кең танымал. Және оларды әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристер үнемі аралап тұрады. Тастан қашалған әуен кітабы белгілі қазақ мүсіншісі Қадырхан Кәкімовтың шығармашылығына арналған. Басылымда суретшінің көркем туындыларымен бірге оның шығармашылығы туралы кең сипаттама берілген. Мұндағы басты тақырып Сұлтан Бейбарыс болғандықтан, оның тарихы, туған жермен байланысын, оның сыртқы келбеті мен ішкі рухани дүниесіндегі биік сезімін, сондай-ақ күштілігін, ерік-жігерін, күрделі психологиялық күйін ашып көрсеткен. Ескерткіштер елдіктің белгісі фотоальбомына Алматы облысының аумағында әр кезеңдерде бой көтерген монументтік мүсін өнерінің алуан түрлі туындылары енгізілді. Бұл топтамаға қола дәуірінен бастап бүгінгі күнге дейінгі тарихи уақиғалар мен танымал адамдарға арнап салынған ескерткіштер іріктеліп, олар туралы қысқаша ақпарат баяндалады. Бұл фотоальбомға белгілі мүсінші Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, Алматы қаласындағы Республика алаңындағы Тәуелсіздік монументіндегі Алтын адам мүсінінің авторы Әділет Жұмабайдың туындыларының фотокөшірмелері, әріптестерінің және замандастарының естеліктері еніп отыр. Тарихи мәдени ескерткіштерді қорғап, сақтап қалуға үлес қосуға және келешек ұрпаққа аманат етіп қалдыру біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз.